Баршаға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Сара. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді картоптан тіске басар дайындайтын боламыз. Өте дәмді, бір жасағаннан шығатын дәмі тіл үйретіп тіске басар болып шығады. Ендеше арнама жазылып, қоңыраушаны қосып, бізге қойып қойыңыздар. Менде шыққан жаңа рецептерді бірінші болып сіз қарайтын боламыз. Ол үшін бізге картоп қажет болады. Картоптарымызды жақсылап ашып, жуып, тазалап болғаннан соң өзіңіздің ыңғайыңызға қарай бөліктерге бөліп, отқа төзімді ыдыстарымызға салып алып, үстіне салқын су және де кішкене ғана тұз салып жіберіп, картоптарымыз піскенше орташа отта ұстайтын боламыз. Міне видеода толықтай көрсетіп тұрмын. Дәл осылай орташа отта қайнап тұр. Пісіп шыққаннан соң басқа ыдысымызға алып, картоптарымызды ыстықта езіп алатын боламыз. Ыстық кезде езілетін болады, сондықтан ыстық кезінде езіп алуға кеңес беремін. Міне біз картоптарымыздың барлығын езіп болдық, ешқандай түйіршік қалған жоқ. Ендігі кезекте бір жұмыртқамызды шаншқымыздың көмегімен дәл осылай біркелкі болғанша жақсылап араластырып қойып қоямыз. Кейіннен бізге осындай көк пияз қажет болады. Көк жуа, балғын жуа қолданатын боламыз, осындай түрін. Оны да майдалап турап аламыз. Қалауыңызға қарай аскөк салсаңыз болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Мен кішкене бөлік салып жібердім. Енді кезекте шамалы суыған картоптарымыздың үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш, мен паприка қостым. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз, қоспасаңыздар да болады. Және де 2 ас қасық міндетті түрде кукурузный крахмал қосыңыздар. Және де тураған көк пияздарымызды және де аскөгіміздің барлығын салып аламыз. Пияздарымыздың жарты бөлігін алып қойыңыздар. Енді кезекте барлығын біркелкі болғанша жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Алдымен қасықтың, сосын қолыңыздың көмегімен араластырсаңыз болады. Тіптен бірден қолмен араластырсаңыз да болады. Ең бастысы барлығы біркелкі араласып, тұздары да картопымызға жақсы сіңуі керек болады. Шамалы 5-10 минуттай жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен жерге түсіріп, астына кішкене ұн қоссаңыздар да болады. Мен бұл жерде крахмал қолдандым. Негізінен крахмал қолдансаңыздар жақсы жүреді. Өзіңізге қалаған пішінде және де өзіңізге қалаған көлемде жасай берсеңіздер болады. Үлкендігін, пішінін, ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Мен жай ғана осылай 3 бұрыш етіп жасадым. Енді кезекте дүкенде сатылатын осындай нанның ұнтағы, яғни сухарикті алып, жаңағы қалған көк пиязымыздың үстіне екеуін араластырып аламыз. Енді кезекте өздеріңіздің қалауларыңызша үлкендікте бөліктерге бөліп алыңыздар. Сіздерге айтар кеңесім, өте қалың етіп алмаңыздар. Кішкене жұқалау болса әдемі болып шығады. Достар, мен сіздерден әрдайым қолдау күтіп қаламын. Арнама жазылып, қолдау көрсетіп, достарыңызбен бөлісіп, комментария бөліміне келесі қандай рецепт шығаратынды жазып кетсеңіздер болады. Сіздерден қолдау күтемін. Міне достар, мен осылай бөліктерге бөліп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай өте көптеген бөліктер шықты. Дәл осылай жаңағы дайындап қойған жұмыртқамызды қайта жақсылап араластырып жіберіп, содан соң ғана осылай батырып аламыз да үстіне нанның ұнтақтарын сеуіп, жақсылап барлық жеріне тигізіп аламыз. Міне достар, өте оңай жасалады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Дәмі деген енді өте керемет болып шығады. Бір жасағаннан сіздерге ұнап қалуына мен сенімдімін. Барлығын дәл осылай жасап алатын боламыз. Міне мен барлығын дәл осылай жасап болдым. Көріп тұрғандарыңыздай өте көп мөлшерде дайын болады. Енді кезекте пісіріп алуға көшетін боламыз. Міндетті түрде майларыңыз жақсы қызып тұрған болуы керек. Мен бұл жерде майды кішкене көп құйып жібердім. Кішкене ғана аз мөлшерде құюым қажет екен.
Ал достар, міне дәл осылай көріп тұрғандарыңызда екінші бетін аударып, екі бетінді қып-қызыл қылып, сәл кішкене ұзақтау ұстаңыздар. Сонда одан да тәтті кідірлек болып шығатын болады. Оттарыңыздың асты міндетті түрде қатты болып тұрсын, сол кезде майды өзіне сіңіріп алмайтын болады. Қатты отта қып-қызыл болып әдемі болып піседі. Міне дәл осылай барлығын кезектестіріп пісіріп алатын боламыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді және де жасалу жолы оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерден қолдау күтіп қаламын. Арнама жазылып, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.